Сәлем баршаларыңызға, бүгін бауырсақ жасаймыз. Ең алдымен бос ыдысымызға жылы суымызды және де жылы сүтімізді құйып аламыз. Оның үстіне дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Еріген сармайымызды құйып, венчиктің көбегімен араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін дрожжымызды саламыз. Ұнымызды алып, бірнеше бөліктерге бөліп, қою қамыр болғанша венчиктің көмегімен араластырып аламыз, яғни қамырымызды біріктіріп аламыз. Одан кейін қамырымызды осылай ұнның үстінде илейтін боламыз. Бұл жерде өте жұмсақ қамыр болады. Қамырыңыз қанша жұмсақ болса, бауырсағыңыз да сонша жұмсақ болып піседі. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, 1 сағатқа қалдырамыз. Көтерілген қамырымызды осылай сопақша етіп 3 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Қамырларымызды дөңгелек етіп жайып аламыз. Бұл жерде қатты жайылып кетудің қажеті жоқ. Мұнда бауырсақты өз қалауларыңызша кессеңіздер болады. Дөңгелек пішінді 4 бұрышты немесе сопақша етіп кесіп болғаннан кейін 10-15 минутқа бетін жауып қойсаңыздар, көтеріліп бауырсақтарыңыз әдемі болып пісетін болады. Қызып тұрған майда бауырсақтың екі жағын қызартып пісіп аламыз. Осымен біздің бауырсақтарымыз дайын. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса арнамызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Рахмет.